Сәлем достар, біз сіздермен бүгін ең дәмді кофені дайындайтын 5 елмен таныстыратын боламыз. Ал кеттік. Кей елдерде адамдар жаңа эмоция іздеп емес, ерекше тағам дәмін сезініп, сусынын ішу үшін барады. Бұл да туризмнің ерекше түрі. Назарға ең дәмді кофе дайындайтын 5 ел тізімін ұсынамын. Солардың алғашқысы Бразилия елі. Бұл ел тұрғындары кофенің өте танымал түрлерін ішеді. Яғни бурбон және мунданова. Біріншісін ерекше дәм мен хош иіске ие. Бірақ екіншісін өсіру өте оңай. Өйткені бұл кофе дәндері кез келген жағдайда төзімді. Бұл елде кофе дәмді дайындалғанмен кофе мәдениеті өте жақсы дамыған. Ал екінші ел Ямайка елі. Мұнда ең қымбат сорттардың бірі Blue Mountain өсіріледі. Бұл елде кофе ағаштары өсетін тауларға экскурсияға баруға болады. Танымал плантациялардың бірі Jablum. Яғни бұл орынды ұзақ уақыт бойы кофе дәндерін өндірумен айналысқан жапон азаматы құрды. Ал қайтыс болғаннан кейін плантация мемлекет қарауына өткен. Бүгінде Ямайкада өсірілетін кофенің барлық түрлері туралы білуге болатын мұражайлар өте көп. Ал үшінші ел Эфиопия елі. Бұл ел кофенің отаны. Сусынның өзі арабиканың жабайы ағаштарын табуға болатын жергілікті кафе аймағының құрметіне аталған. Дәл осы жерде көшеттер басқа елдерге өсіру үшін тасымалдана бастады. 15 ғасырда арабтар арабика ағаштарын экспорттай бастады. Кейін олар негізгі жеткізушілердің бірі болды. Эфиопия кофе дәндерінің отаны болғанымен мұнда зауыттар жоқ. Фермерлер ағаштарды көбіне өз аулаларында өсіреді. Ал төртінші ел Үндістан. Кофе Үндістанға Британияның қол астында болған кезде әкелінді. Ағылшындар арабтардың кофе нарығындағы үстемдігін ұнатпады. Сондықтан Үндістанды кофе саудасы мен өндірістің екінші орталығына айналдыру туралы шешім қабылдады. Содан бері біраз жыл өтті. Үндістан шынымен де кофе нарығындағы көшбасшылардың біріне айналды. Ал бесінші ел Италия. Еуропадағы кофе көшбасшысы Италия. Елде кофенің бай тарихы ғана емес, оның арнайы картасы да бар. Жергілікті баристалар сусын дайындаудың түрлі рецептерін біледі. Сондықтан кофе түрін кофеханаларда аралап көруге болады. Бүгінге айтарым осы. Қош сау болыңыздар.